Достар, бүгін біз сіздермен бірге брошка жасаймыз. Брошка жасау үшін бізге фетра матасы қажет, және де өзіңізге ұнаған қандай да бір заттың лекаласын ең әуелі қағазға түсіріп алсаңыздар дұрыс болады. Қағазға түсіріп, содан кейін фетра матасына түсіріп аласыздар. Енді одан бөлек бізге сәндеу үшін пайеткалар, біз ақ түсті және қызыл түсті пайетканы пайдаланамыз. Одан бөлек қызыл бисер және ақ бисер пайдаланамыз. Және де көмекші құралдар ретінде бізге жіп қажет, жилка жіп қажет, және де әдемі тас керек болады, жылтырлақ. Одан бөлек немізді, брошкамызды неғылу үшін түсіргіш және де көмекші құралдар қайшы және де ручкаларыңыз дайын болса болғаны. Біз өзімізге ұнаған лекаланы жаңа айтқандай фетра матасына түсіріп аламыз, және де әрбір қанаттарын, сізге керекті жерлерін белгілеп алып кетеміз. Біз ана жерде тұмсығы, көзі барлығы белгіленген. Енді біз тігуге кірісеміз. Ең әуелі біз әрбір қанатты алғашқы 3 пайетканы қызыл түспен жасаймыз. Ол үшін пайетканы мына жерге қоямыз, және де жилкамен бұлай өзінің арнайы тігуге арналған орнынан өткізіп жіпті. Осылай жасай береміз. Біз алғашқы 3 пайетканы қызыл түспен тіктік. Енді ақ түсті ары қарай жалғастыра береміз мына жерге дейін. Міне ақ түсті пайетканы мынаның жартысына қоясыздар да, дәл қасынан өткізесіздер инені. Сол кезде жартылай әрі жылтырлақ болып шығады. Достар, біздің көгершіннің мына барлық бөліктерін тігіп шықтық. Байқасаңыздар, барлық бастапқы 3 қатар қызылдан жасалған қанаттардың әрқайсысы. Және де аяқ жағына бұлайынан бір сызық қостық. Яғни бұл біздің көгершін бір жерде отырған іспеттес етіп жасадық. Енді біз мына жердің барлығын дәл осындай әдіспен барлығын ақпен толтырып тігіп шығамыз. Біз көгершіннің мына бөлігін тігіп болдық. Енді мына тасты, мынандай тасты жеріне жабыстырамыз ортасына. Егер сіздерде бұндай тас болмаса, бисермен келтіріп тігіп шықсаңыздар болады. Ал егер бұндай тастарыңыз қойсаңыздар, жылтырлақ тасты, Сваровский деп айтылады, ол кезде өте әдемі сан беретін болады. Біз брошканың мына жерде тұмсығын серебристый түсті бисермен тігіп алдық. Ал енді мынау бөліктерін ақ түсті бисермен жағалап тігіп шығамыз. Мына жерді және ішінің барлығын толтырамыз. Көзін қара етеміз. Мына жерде бір сызық жасаймыз да, оны серебристый қыламыз. Қалған бәрін ақпен толтырып шығамыз. Бұйымды тігіп болдық. Барлығын бисермен, тастармен жасап шықтық. Енді біз белгілеп алып, енді қайшымен қиып шығамыз. Мынаның бойымен, және де осындайды тағы біреуін лекалармен пішіп, тағы да дәл осында мына жерге пішіп, дәл сондай етіп бір-біріне желімнің көмегімен жабыстыратын боламыз. Міне біз бұйымды былай жасап болдық, және де артқы бетін 2 қабаттап фетрамен тағы да жасап болдық, және оны жіппен қостық. Енді бізге мынандай нәрсе қажет болады, және де мынандай сымдар қажет болады.
біз бұны жалғап қоямыз бір-біріне.